Сәлем достар, сіздермен Айнагүл. Бүгін пломбир деп аталатын балмұздақ тәрізді өте дәмді торт дайындайтын боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер бұл ұн, какао, қопсытқыш, сгущенка және жұмыртқа, ал креміне қаймақ, қант және 33% клейге қажет болады. Енді қамырын дайындаймыз. Жұмыртқаға сгущенканы саламыз, ұнға какао мен қопсытқышты салып, жаңағы жұмыртқаның үстіне електен өткіземіз. Електен өткізгеннен кейін енді жақсылап миксермен араластырамыз. Барлық қамыр біркелкі болуы қажет. Мінекей қамырымыз дайын, осындай консистенцияда болуы керек. Енді пергаменттік қағазды 24 диаметрлік шеңбер сызып алдым да сол формамен тортты пісіретін боламын. Осыған 2 ас қасық саламыз да жұқалап жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін 170 градуста 5-10 минутқа ғана пісіріп аламыз. Қамырымыз жұқа, ол өте тез дайын болады. Мінекей торттың коржықтары пісті, енді кремін дайындаймыз. Қаймаққа қантты қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Ішіндегі қант ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне салқын кілегейді құямыз. Тағы да жақсылап креміміз қоюланғанша араластырамыз. Мінекей креміміз дайын, осындай қоюлықта болуы қажет. Енді тортымызды жинаймыз. Міне креміміз дайын болды. Енді торттарыңыз прям түп-түзу шығу үшін осындай кольцода жинаған дұрыс. Осы коржықтың үстіне 2 ас қасық крем саламыз. Сөйтіп теп-тегіс қылып жайып шығамыз. Оның бетіне тағы да корж салып, одан кейін крем салып, кезекпен кезек осылай сала отырып тортымызды жинаймыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Енді осыны тоңазытқышқа 3-4 сағатқа жібереміз. Тортымыз тоңазытқыштан шықты. Енді пышақтың көмегімен жайлап формамызды алып тастаймыз. Енді шоколадный ганаш дайындаймыз. Сүт пен шоколадты ерітіп микроволновкада біркелкі қылып араластырамыз. Тортымыздың бетін тегістейміз. Тегістеп болғаннан кейін жаңағы ганашымызды торттың бетіне құйып, қалауыңызша жайып шығасыздар. Ганашты жағып болғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша әрлеуге болады. Жеміс-жидекпен, түрлі шоколадтармен, имбирлі печеньемен де әрлеуге болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мінекей мен осылай әрледім және соңында бетіне қант ұнтағын сеуіп әсемдедім. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Өте керемет торт, өкінбейсіздер. Бір дайындағаннан шығатын торт. Сіздерге ас болсын, шайларыңыз дәмді болсын.